Құрметті балалар, бүгін біз тек қана біздің қазақ елімізге ғана емес, сонымен бірге бүкіл әлемнің тарихының маржаны болған Киелі Түркістан қаласына сапар шегіп бара жатырмыз. Құдай қаласа бәріміздің ниетіміз қабыл болсын, мұраттарымыз асыл болсын, сол жерде тілеген тілектерін орындала беруіне мен шын жүректен тілектеспін. Енді кішкене біз киелі жерге, тарихы терең Түркістанға бара жатқаннан кейін біз 11 сынып оқушыларымыз, ол туралы біз көп өттік, көп нәрсе білеміз, сол білетіндерімізді ортаға салып кішкене мынау саяхатымызды қызықты әрі рухани жағынан азықты болу үшін білетінімізді ортаға салсақ қалай қарасыңдар балдар? Келісесіңдер ма? Жақсы, қарсы емес болсаңдар, онда біз қазір зейінді бол деген мына доп арқылы бір-бірімізге осы допты беру арқылы бір-бірімізге сұрақтар қойып, осы Түркістан қаласының тарихы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тарихы, жалпы Яссауи бабамыз туралы кішкене мәліметтерді ортаға салып отырсақ, балдар. Ал онда бірінші мен бастайын. Аманғали, Яссауи бабамыздың бір хикметін оқып бере қойшы. Қара күн ғой сын сағатта бұл фәниден сапар қылсаң, болмас тіпті шаңырағынан бір тамшы су татар мұршаң. Ажал сенің қарамайды, жердегі әмір құдіретіңе, үкіміңнен бар әлемге астан кестен қаһар қылсаң. Барлық жанға хақ бұйрығы, шын өлімнен шәрбәт ішу, қашып одан құтылмайсың, ой қиялды қатар қылсаң. Қабірстан жаққа барып, өлілерден ғибрат ал, сол жарасар тәнді кәуіп, жан жүрегін зәһәр қылсаң. Тірлік жалған әрқашанда, тек ізгілік жолдас саған, қиямет үшін жігерді құм, жүрегіңді зәһәр қылсаң. Құл Қожа Ахмет, кір күнәмен қылмаз ая өміріңді, жаратқанның жаламына лайықсың сахар тұрсаң. Қадыржан, Құдай қаласа жоғары оқу орнына түсуіңе тілектеспін. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі тарихынан сыр шерт. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі 14 ғасырда салынған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен бұл жер кіші мазарға айналады. Уақыт өте келе мұсылмандардың көп жиылуымен бұл жерде жаппай тәуіп ету болады. 1396 жылы Орта Азияның ұлы билеушісі Қожа Ахмет Яссауидің ескі мазарының орнына жаңа кесене салу жайлы бұйрық береді. Әзірге сен Қожа Ахмет Яссауи туралы не білесің? Қожа Ахмет Яссауи 1093 жылы Түркістанда дүниеге келген әулие ғұлама. Оның әкесі Шейх Ибрагим, ол Испечапта дүниеге келген. Олардың арғы аталары қожалар болған. Оның анасы Мұса Шейхтің қызы Айша анамыз болады. Мұса Шейхті Испечапта дүниеге келген әйгілі әулиелердің бірі болып саналынады. Осы Қожа Ахмет Яссауи дүниеге келмей тұрып, Испечапта исламдық құқық мектебі және ондағы өкілдері өмір сүрді. Және осы Яссауи ілімі осы тарихи шарттарға байланысты қалыптасқан. Балжан құрбым, Яссауидің әкесі Ибрагим Шейх пен анасы Айша анамыз туралы айтып бересің бе? Қожа Ахмет Яссауидің әкесі Ибрахим ата мыңдаған мүриттерге ұстаздық етті. Және осы өңірге белгілі тарихшы діни көсем болған. Оның күмбезі қабірінің үстіне салынған. Қожа Ахмет Яссауидің әкесі Ибрахим ата текті отбасынан шыққан, әрі танымал жер өңдеуші. Қожа Ахмет Яссауидің анасы Қарашаш ана, бұл да текті отбасынан шыққан, байлығына қарамастан менмендіктен ада адам болған. Және ол ел аузындағы аңыздарға сүйенсек, оның науқастарды емдейтін қасиеті болған, және түс көре алатын қасиеті болған. Ол бала тәрбиесіне қатты көңіл бөлген. Сондықтан адамдар санасындағы аналықтың биік арманына айналды. Назерке, Иқан қалашығы туралы не білесің? Иқан қалашығы Түркістанға 24 шақырымдай жерде орналасқан, Иқан ауылының орталығында орналасқан көне қалалардың бірі. Иқан қаласы Тұрсын хан мен оның ұлы Барақ хан тұсында хан ордасы ретінде танылған қала. Және Иқан қаласының нақты негізі қай ғасырларда қаланғаны туралы деректер жоқ. Дегенмен Хафиз Тыныш өзінің Абдулла-нама атты шығармасында осы Иқан қаласына 1582 жылы Бұхар ханы Абдулланың Ташкент билеушісі Баба Сұлтанға қарсы жорығына шыққан кезде осы Иқан қаласына тоқтағандығы туралы деректер айтылады. Сонымен қатар бізге белгілі тарихшы Рычков өзінің Орынбор губерниясы насының топографиясы атты шығармасында
осы Ихан қаласында 300-ге жуық үйлердің болғандығын және олардың егін шаруашылығымен айналысқандығы туралы жазған. Ихан қаласы бұл Түркістан өлкесіндегі орта ғасырлардағы өте көне қалалардың бірі және ол өте маңызды рөл атқарған қалалардың бірі болған. Рахмет Назерке. Қуаныш, сен Укаш ата туралы қандай аңыз білесің? Тарихшы Мұхтар Қожа Укаш ата ол киелі орын Түркістаннан 60 шақырым жердегі Серт ауылының Қаратау етегінде орналасқан. Ол Мұхаммед пайғамбардың сахабасы болып табылады. Оны ешқандай жау жеңе алмаған, атқан оғы өтпеген, қылышы кетпеген. Сондықтан да жаулары оның әйелін қолға түсіріп, сахабаның осал тұсын біліп алған. Яғни сахаба таң намазын оқығанда қорғансыз болып табылады. Сондықтан ол таң намазын оқып отқан кезде жаулары келіп, оның басын шауып алған. Оның басы, жансыз басы періштелер домалатып, қырдың етегіне апарады. Сол етекте құдық пайда болып, сол су арқылы Мұхаммед пайғамбарға басы жеткізілген. Ол жерге 20 метр саздан жасалған белгі орналасқан. Оған зиратшылар келіп, шелек тастап су алып отырған. Кейбір адамдарға су көп түссе, кейбір адамдарға бір тамшыда су түспеген. Өйткені ол адамның күнәсіне баламалап түсіндіріліп отқан. Аслай, Яссауидің шәкірті Сүлейман Бақырғани туралы баяндап берсең. Сүлеймен Бақырғани Түркістан қаласында дүниеге келген. Ол өзінің Ақырзаман кітабында Ысқақ баба ұрығы Шайхы Ибрахим құлына Машайықтар ұлығы Шайхын Қожа Ахмет Яссауи шариғаты мінсіз, тарихаты түпсіз, хақиқатта өрен жүйрік Шайхым Ахмет Яссауи деп жылағандай Әзәй Сұлтанның шәкірті болған. Оның ең кеңінен таралған Ақырзаман Бақырғани кітабы еңбектерінде эстетика, этика, тазалық, адамдар жанының үндестігі туралы мәселе көтерілген. Әбдіхамит Шашана туралы баяндап берші. Қарашаш ана Қожа Ахмет Яссауидің анасы. Кейбір деректерде Айша Хатун немесе Айша бибі деп келеді. Және де ол кісі туралы деректер өте аз. Дегенмен түрік халықтарының ішінде біліммен, діни сауаттылығымен көзге түскен. Және де Қарашаш ананың байлығы қанша көп болғанымен де ол кіші пейіл болып, мұқтаж адамдарға қол ұшын созған екен. Және де Қарашаш ананың бір жақсы қасиеті түсті жори алып, ауруларды емдеген екен. Мүмкін сол арқылы бүкіл халыққа танымал болған шығар. Расыл, Түркістандағы ең алғаш қазақ ханы кім болды? Және де ол туралы не білесің? Түркістан қаласының бірінші ханы Есім хан, яғни ол Жәнібек ханның ұрпағы, және де Жәнібек ханның 9 ұлдарының бірі Жәдік хан, Жәдік ханнан кейін Шығай хан, Шығай ханның ұлдарының бірі Есім хан. Есім хан бұрынғы Яссы қаласын қазіргі Түркістан жаңа атауына енгізді, бекітті, және де Есім ханның сол Түркістан атауымен қазақ мемлекетінің астанасы болып тағайындалған. Және де достарым, бүгінгі Түркістанға саяхатымызда бәрінің арман тілектерің орындала берсін, және де арман тілектерің орындалып, осы алда келе жатқан ұбт әнті дейді, соған грантқа түсіп кетіңдер деген тілектеспін. Бәріңе соны тілеймін. Рахмет балалар, рахмет. Мына бүгінгі саяхатымыз кішкене рухани азығы бар саяхат болды. Барлықтарыңа рахмет. Саяхатымызды ары қарай жалғастырамыз. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі саяхатымыздың екінші бөлімі басталды. Екінші бөліміміз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі сыр шертеді деп аталады. Қазір біздің Аманғали, ең бірінші Қожа Ахмет Яссауидің ішіндегі құнды жәдігерлердің бірі Тайқазан туралы айтып береді. Жалпы бұл Тайқазан 1397 жылы 25 маусымда Әмір Темір көрегеннің бұйрығымен жасауды бұйыртады. Бұл негізгі Тайқазанның шеберінің аты Әбділәзиз Шарафаддин Тебризи болады.
Бұл тайқазан сонау 7 ғасырдан келе жатыр және әртүрлі 7 металдың қоспасынан жасалынған тайқазан. Және бұл тайқазан қарап тұрғандарыңыздай 5 бөлікке бөлінеді. Ал 5 бөліктің өзінің әрқайсысының ерекшеліктері бар. Мысалы, бірінші бөлікте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисімен Тәубе сүресінің 19 аяты келтірілген. Ал екінші бөлігінде 10 алқа арқылы 20 картошқа бөлінген. Оның екеуі суыз қолтаңбасымен осы тайқазанның шеберінің аты жазылған, ал қалған 18-і тілек сөзі ретінде жазылған. Ал үшінші бөлігі 22 рет Аллах тағаланың құдіреттілігі жайлығы жазылған. Ал төртінші мен бесіншісінде бұл жақта көріп тұрғандарыңыздай түрлі ою-өрнектер мен безен түрлері қолданылған. Яғни бірінші бөлікті аударатын болсақ, Тәубе сүресінің 19 аяты және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі жазылған. Хадисте былай жазылған: егер де кім Аллах тағала үшін қазан дайындайтын болса, Аллах тағала оған жәннатта оған арнап хауыз дайындайды деп бірінші бөлікте жазылған. Ал екінші бөлікте және бірінші бөлікте Әмір Темірдің атынан, Әмір Темір көрегеннің атынан Қожа Ахмет Яссауиге деген қолтаңбасы жазылған. Және екіншісінде екі сұлус қолтаңбасымен Құдайдан үмітті қылған Әбділәзиз Шарафаддин Тебризи деген екі жеті жазылған. Ал қалған 18 бөлігінде Мубаракбад, яғни құтты болсын деген сөз 18 рет куфи қолтаңбасымен жазылған. Үшінші бөлігінде байқаңдар, бүкіл бұйымдар Аллах тағалаға тән деген сөз 22 рет жазылған. Және төртінші бөлігінде түрлі ою-өрнектер безендірілген және арнайы 20 куба осы тайқазанға орнатылған. Және бұл 7 түрлі металдан қоспасында тұрады. Сыйымдылығы 3000 литр, диаметрі 2-де 42 метр, ал биіктігі 1-де 60 метр саналады. Амағали, туға лаухаға келейік. Ал балалар, кіші Ақсарай бөлмесі жалпы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде тегін адам отырмаған, оны айтып жатырмыз, білеміз тарихтан. Бұл жерде түркі әлемінің үлкен ғұламалары, мен жаңа айтып кеттім, 17-ші ғасырда Қазақ хандығының астанасы болған, көптеген хандар, көптеген әулие адамдар жерленген. Осы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңында 1999 жылы сол әйгілі тұлғалардың сүйектері, солардың басына қойған тастары қайта аруланып, осы жерге Кіші Ақсарай бөлмесіне әкелініп қойылған 1999 жылы. Мына жерде өздерің көріп тұрғандарындай, сол осы жерге жаңағыдай сүйектері қайта аруланып, қайта жерленген тұлғалардың есімдері мынау тақташаларда жазылып тұр балдар. Ал құрметті балалар, біз үлкен Ақсарай бөлмесіне келіп тұрмыз. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ішіндегі осы бөлменің тарихы туралы біздің Аманғали тағы да баяндап береді. Жалпы осы Ақсарай бөлмесі екіге бөлінеді: үлкен Ақсарай және кіші Ақсарай. Біз қазір үлкен Ақсарайда тұрмыз. Бұрында осы үлкен Ақсарай 14-ші ғасырдың 14-ші мен 19-ші ғасырдың басына дейін бұл жақ хан сарайы ретінде саналып, бұл жақта түрлі дипломатиялық келіссөздер, түрлі дипломатиялық істер және әртүрлі шешімдер осы үлкен Ақсарайда қабылданатын болған. Және ал кіші Ақсарайда болса, керісінше ол жақта үлкен Ақсарайдағы адамдарды ол жақта күту залы ретінде саналды. Және бұл үлкен екі Ақсарайда 19-ші ғасырға дейін өз жұмыстарын тоқтатпады. Рахмет, Аманғали. Балдар, біз Қылует жер асты мешітіне келіп тұрмыз. Өздерің көргендеріңдей мешіттің кіре берісінің маңдайшасында Алланың 99 есімі жазылған. Бұл жер асты мешіті Қылует деп аталады, балдар. Бұл 12-ші ғасырдан бастап 20-ші ғасырдың 1-ші жартысына дейін жұмыс істеп тұрған. Ғалымдардың пайымдауынша Қылует деген сөз араб тілінен аударған кезде халуатан дейді. Бұл яғни жекешелену, оңаша отыру. Яғни мағынасын былайша кеңінен түсіндіретін болсақ, жеке отырып, оңаша отырып, Құдайға құлшылық ету орны дейді. Осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз біздің жасы 63-ке келген кезде, пайғамбар жасына келген кезде арнайы осы Қылует мешітін салдырған екен. Бұл Қылует мешітінде
ғалымдардың айтуынша Қожа Ахмет Яссауидің жаңағындай ары қарай 63 жастан кейінгі өмірін осы жерде өткізген деген деректер өте көп деген ғалымдардың еңбектерінде жазылған екен балдар. Енді бұл жерасты мешітінің бұл жерде бұл құрылыс діни құрылыс балдар. Құлшылық ету орны бұл жерде мынау құлшылық етудің негізгі бір рәсімдерінің бірі зікір деген бар ғой бізде мұсылмандарда. Осы зікір рәсімі де осы жерде не қылып тұрған екен, өткізіліп тұрған екен. Осы Құлбет жерасты мешітінде. Жалпы Қожа Ахмет Яссауи бабамыз 63-тен кейінгі өмірін Аллаға құлшылық етуге арнап, осы жерде қалған өмірін өткізген дейді деректерде. Және де ол осы жерде өте өзінің көптеген шәкірттерін тәрбиелеген. Солай ма, Аманғали? Дұрыс қой, иә? Шәкірттерін тәрбиелеген және өзінің софылық бағыттағы өте көптеген еңбектер осы жерасты мешітінде өмірге келген. Атап айтқанда атақты хикмет, даналық 70 хикмет бар ғой. Міне осы жерде отырып жазған екен ол, осы өзінің хикмет даналық кітабын балдар. Енді бұл құрылыс жүйесі жалпы 18 бөлмеден тұрады. Мынау сендер тұрған бөлме балдар жамағатхана деп аталады. Жамағатханада ғана терезе бар. Жалпы бұның айтуы бойынша 3 есігі бар екен Құлбеттің. Бұл құрылыс жүйесі балдар адамның өмір сүруіне өте қолайлы етіп салынған. Бұл жерде дәрет алуға, жалпы мұсылман әдет ғұрыптарын орындауға жаңағындай өте жағдайлар жасалып салынған. Мысалы айтқан дәрет алу, намаз оқу, сонымен қатар асхана, тамақ ішуге, жылы су, барлық жағдай қарастырылып салынған балдар.